Қайырлы күн қыздар. Бүгін пайдалы әрі дәмді овсяной печенье дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге печеньені жасаудағы бірнеше пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып сақтап алыңыздар. Алда шығатын түрлі рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Печеньеміздің құрамы жеңіл, қарапайым. Бізге қажетті сары май, овсянка, яғни сұлы, 2 жұмыртқа, қант, ұн, Қазақстан шоколады. Алдымен бос табаға шекер, жұмыртқа, сары майымызды араластырып аламыз үшеуін. Маған осылай қолмен жасаған жұмыс барысы ыңғайлы. Сіздер лопатканың көмегімен де жұмыс жасауыңызға болады. Немесе бір реттік киетін, яғни одноразовый перчатка киіп, сонымен де араластыруға болады. Табадағы массаны біркелкі қылуымыз қажет, сондықтан жақсылап араластырамыз. Печеньеге қосатын Қазақстан шоколадын қолымызбен ұсақ бөлшектерге бөлеміз. Ары қарай пышақпен ұсақ бөлшектерге бөліп шықтым. Блендердің көмегімен овсяная мука жасаймыз. Овсянканы осылай ұсақтап үгітіп аламыз. Енді ұн, Қазақстан шоколадын, овсяная мукамызды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Біздің печеньеміздің тестісі дайын болды. Қыздар, дәмді әрі пайдалы печеньенің құрамы төменде описаниеде толық болады. Тестамыз дайын болды. Тестаны 50 граммнан бөліп, пергаментный бумага жайылған қалыпқа саламыз. Сіздер 20 граммнан да бөліп жасасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша форма пішін берсеңіздер болады. Теста қолымызға жабыспас үшін қолымызды суға малып алып, жұмыс жасай береміз. Сонымен қыздар, видеоның басында айтқандай, тегін печеньеге қатысты пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Пайдаланатын сары майымыз бөлме температурасында болуы міндетті, және ол 82%-дан кем болмауы қажет. Ванилин қоссаңыздар да болады, ол ерекше дәм және қош иіс береді. Және барлық ингредиенттерді мөлшермен жасауға тырысыңыздар. Барлық нәрсенің өзінің граммен салсаңыздар, сіздің печеньелеріңіз бір сөзбен айтқанда идеальный болып шығады. 20 грамм, 10 граммның өзі печеньенің сүйкімділігін кетіретін болады. Сонымен қызып тұрған 180-190 градустағы пешке 20-25 минут пісіріп аламыз. Овсяной печеньеміз дайын болды. Дайындап көріңіздер, ыстықтай жесеңіздер, шоколадтары аузыңызда еритін болады. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басып кетіңіздер. Алда сіздерді түрлі рецепттер күтуде. Мені қолдаңыздар.